Сәлеметсіңдер ме? Екінші сынып оқушылары. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Маған бәйшешек ұнайды». Маған мне бәйшешек подснежник ұнайды, нравится. Мне нравится подснежник. Ең алдымен, балалар, жаңа сөздермен таныс болайық. Давайте познакомимся с новыми словами. Қызғалдақ, тюльпан, бәйшешек, подснежник, раушан, роза, маған, мне, саған, тебе. Ұнайды, нравится. Ұнай ма, нравится ли? Тағы бір рет қайталайық. Давайте повторим. Қызғалдақ, бәйшешек, раушан, маған, саған. Ұнайды, ұнай ма? Жарайсыңдар. Енді балалар, берілген диалогты қайталап бірге оқиық. Саған қандай гүл ұнайды? Маған раушан ұнайды. Әнел, саған қандай гүл ұнайды? Маған қызғалдақ ұнайды. Саша, саған қандай гүл ұнайды? Маған бәйшешек ұнайды. Давайте переведем. Какой цветок тебе нравится? Мне нравится роза. Анель, какой цветок тебе нравится? Мне нравится тюльпан. Саша, какой цветок тебе нравится? Мне нравится подснежник. Енді балалар, мәтін бойынша берілген сұрақтарға жауап берейік. Давайте ответим на вопросы. Первый вопрос. Бірінші сұрақ. Әлібекке қандай гүл ұнайды? Какой цветок нравится Алибеку? Алибеку нравится роза. Әлібекке раушан ұнайды. Следующий вопрос. Келесі сұрақ. Әнелге қандай гүл ұнайды? Какой цветок нравится Анель? Анель нравится тюльпан. Әнелге раушан ұнайды. Және соңғы сұрақ. Последний вопрос. Сашаға қандай гүл ұнайды? Какой цветок нравится Саше? Саше нравится подснежник. Сашаға бәйшешек ұнайды. Давайте повторим ответы. Әлібекке раушан ұнайды. Әнелге қызғалдақ ұнайды. Сашаға бәйшешек ұнайды. Тағы бір сұрақ. Еще один вопрос. Ал саған қандай гүл ұнайды? Этот вопрос задается нам. А тебе какой цветок нравится? Например, мне нравится тюльпан. Маған қызғалдақ ұнайды. Ты должен также ответить. Суреттің орнына қажетті сөздерді қойып жазайық. Давайте допишем предложение с помощью картинок. Первое предложение. Маған. Посередине у нас подснежник. И ұнайды. Подснежник на казахском бәйшешек. Значит, первое предложение у нас маған бәйшешек ұнайды. Следующее предложение. Саған. Посередине у нас нарисован тюльпан. Тюльпан на казахском қызғалдақ.
Саған қызғалдақ ұнай ма? И последнее. Энельге. Посередине нарисована роза. Роза на казахском раушан. Энельге раушан ұнайды. Давайте повторим и переведем. Маған бәйшешек ұнайды. Мне нравится подснежник. Саған қызғалдақ ұнай ма? Нравится ли тебе тюльпан? Энельге раушан ұнайды. Анеле нравится роза. Енді балалар, қажетті сөздерді пайдаланып, сурет бойынша үш сөйлем құрастырып айтайық. Давайте составим 3 предложения по данным картинкам. На первой картинке у нас Алибек поливает цветы. Алибек поливает цветы на казахском будет Алибек гүлдерді суарады. Немесе Алибек гүлге су құяды. На второй картинке у нас Анель. Анель поливает дерево. Яблоню. Яблоня на казахском алма ағашы. Анель алма ағашын суарады. И на последней картине у нас Айсулу. Айсулу поливает розы. Розы на казахском раушан. Айсулу раушанға су құяды. Осымен, балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. До свидания, ребята.